саламатсыздар ма кешілер, қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Бүгінге бір стрим ашуға желание шығып кетті да. Қалайсыздар? Бір әулеп бір амандасып алсақ, соны дальше жалғастырсақ бар адаммен. Менің құрметті 5 подписчигім деп бастайын ба? Алға. Ой, айғайлап кетті мына жақта менікі. Өзім дегенде алға. Наушник қатты дауысын алып кетті да. Стрим бос ұмытып кеткен сияқты адамдар, иә? Отыр екен. Біраз кісілер отыр екен, бастай берейік. Так, бүгінгі кешкі стримнің сути неде десең, сіздерден сұрасам, бізде бүгін бұйыртса жаңа формат шығып жатыр. Келесі апта осы воскресенье күні или либо суббота күні бір қалай айтсам болады, стрим жасап, отбасымызбен бірге анализ жасасақ деген идея болып тұр. Соны постоянно сіздерді осы жақта күтетін боламын, Құдай бұйыртса. Қысқа көп созбай стрим өткізіп жүрейік. Келесі аптаға сіздерге қай валютный паралар қызық, осы алтыннан басқа қайсысын қарайсыздар? Айта кетсеңіздер, керсор бәріне жасауға тырысамыз. Так, бастай берейік. Бізде бәрімізге қызықты осы алтын ғой деп ойлаймын шығар. Алтыннан бастай берейік, не болып жатқанын қарайық, жұмысын көрейік. Болашаққа келесі аптаға кішігірім анализ жасап жіберейік. Бізде аптаны аша салсам, тойымыз жоқ қой. Бір ұзын фитиль свеча тұр, иә? Күндікке өтетін болсақ, бізде күндікте не болып отыр екен? Бізде ближайший зона пойы қарастырсақ, ойбай, нашақпын ғой. Күндік свечаларды біз талдап алайық, иә? Бізде апта лонговый апта болды, иә? Бізде каждый аптаның свечалары біздегі предыдущий максимумнан закреп алып кетіп бар жатырмыз. Енді вариант жоқ, оны до конца төмен жаққа қарай сразу разворотын күтуге. Осы потенциальный күшпен біз до конца қуалай берсек қателеспейміз. Но бірақ ертеңге бізде понедельник күні құлауы мүмкін жерлер бар екен, иә? Күндікті ашып қарайтын болсақ, қандай пойлар десеңіздер, олар біздегі күндік имбаланстар, иә? Күндік имбаланстар өзінің жақсы күшін немесе өзінің жақсы бір позициясын көрсететін болады, иә? И получается бізде последний 1, 2, 3, 4, 5, иә? Мынау полный бізде бір апта, иә? Бір апта лонговый болды, алдыңғы апта коррекциямен кішігірім откаттарын көрген болатынбыз. Енді қарайтын болсақ, бізде алдыңғы апта максимум үстінен закреп алып, ретесін берген болатын, иә? Осы апта біз полный шорт позициясын қарастырған болатынбыз. Енді алдыңғы апта бойынша біздегі мынау понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, иә? И мынау понедельник, алдыңғы апта мен оның алдындағы апта сияқты біз қиналмауымыз мүмкін деп отырмыз, ше? Понедельник күні. Себебі бізде потенциальный цель бар. Осы максимумның үстінен баға шыққанын күту, иә? Біз осы максимумның үстінен баға шыққанын күту арқылы бізде күндік нарратив бойынша бізде мынандай пока кішігірім сценарий қалыптасып тұр, иә? Бізде ертең свеча осы жерден ашылады, кішігірім откатын береді, үстіге шығып, осыны закреп алғаннан біз оны қарастырсақ болады.
лонговой нарративті қарастырсақ болады. Бізде әлі нарратив лонговой екенін біліп тұрмыз. Но маған ұнап тұрғаны имбаланстардан кеткені. Себебі не? Имбаланс біздегі сол жерден объем құйылатын пустой пространство ретінде есептелінеді. Имбаланстардың алтында бір рабочий жерін сіздерге наглядно көрсете кетейін. Мысалы бізде имбаланс бар, иә? Имбалансқа келген, баға заполнение жасаған, кеткен. И то же самое бізде алтында. Имбалансқа заполнение жасаған, и дальше кеткен деген сияқты. И получается біздегі вот паттерндармен осы алтын жақсы жұмыс жасайды. Қарап отырсақ біздегі енді қалып кеткен. Енді мына имбалансқа келе қояды деген енді вообще логика болып тұрған жоқ. Ближайший біздегі имбаланс мына екі имбаланс, иә? Осы имбаланстан баға қайтып қалу вероятності қандай өте көп. Енді кіші таймфреймдерға өте 4 сағаттық, более кішкентай таймфреймдерға қарайтын болсақ, бізде баға қандай структураны өсіп, сол структураның максимум бір тест жасап кетіп жатыр екен, иә? И получается бізде 4 сағаттық структураның максимум бізде мына жерде тұр. Бізде 4 сағаттық максимум осы жерде тұрғандықтан, и получается бұл последний аптаның осы алдыңғы аптаның последний күндері бұл. Енді бұның бәрін өшіріп тастайық, сіздерге мешать етуі мүмкін. Енді қарайтын болсақ, бізде максимумның закревіміз бар, колоссальный лонг, даже прям қатты лонгқа кетіп бара жатырмыз десек те болады. И получается бізде кішігірім қалып кеткен ценовой разрывымыз бар. Осы разрывқа баға келгенде понедельник келуі мүмкін или вторник келуі мүмкін, но ол келіп қалу вероятності өте жақсы. Сіздерге қандай идея айтқым келіп отыр? Сіздерге менде мынандай идея болып тұр. Ертең снятиядан шорт позициясын қарастырып, осы имбалансқа дейін, осы имбаланстан зона пойға кіргеннен соң бізде сом структураның лонг позициясын қарастыруға болады. Енді қарайтын болсақ, бізде алтын жаһандық жаңалықтарға байланысты бізде не болып жатыр? Позициямыз өсіп жатыр. Но енді Трамптың, қалай айтсам болады, Трамп атамыздың айтуы бойынша Қазақстанмен бірігіп, және де басқа мемлекеттермен бірігіп, как НАТО білеміз ғой, иә? Сол НАТО сияқты тағы бір организация құрып жатыр. Ол организацияның мақсаты неде? Бізде получается ол жаһандық тыныштықты қалыптастыру. Мысалы, ол не істейді? Алтынға қарасаңыздар, позитивный жаңалық әлемге, мысалы, бүкіл мемлекетке позитивный жаңалықтар, олар не істейді? Алтынның құлауына алып келеді. Ал егер соғыс болып жатыр, там біреумен-біреу ұрысып қапты деген сияқты әңгімелер болса, алтынның өсуіне алып келеді. Өйткені бұл алтын бізде не? Резервный валюта ретінде өте қатты бағаланады. Получается, бұл біздің алтынның өте стабильный көтеріле беру мүмкіншілігі бар. Біріншіден. Екіншіден бізде нарратив лонговой соған бағынсақ болады. Роззолото мына жерде жаңалықтарды қарап, дальше көрсек болады екен. Енді бүгін мен бір осындай бір инсайт көріп қалдым. Каждый 4 жыл сайын бізде рынокта қарқынды өсу немесе құлау каждый 4 жыл сайын қайталанып тұрады деп естідім. Себебі ол жерде мысалы Америкада каждый 4 жыл сайын 4 жылда бір рет президент сайлауы болады. Сайлау өтеді да. И получается бұл 4 жылдың бізде 2 жылы там ештеңе қимыл болмаса, қалған 2 жылы бізде не болады? Президентке үміткер кісілер немесе қазіргі действующий президенттер, чтобы өзінің орнын сақтап қалу мақсатында жаһандық немесе сол мемлекеттік, бізде көшбасшы мемлекеттердің бірі осы Америка, иә, білеміз. Сол Американың влияниясының арқасында бізде не болуы мүмкін? Көп жақсы жаңалықтар шығуы мүмкін. Ал жақсы жаңалықтар шыққан кезде бізде алтында не болады? Потенциальный коррекция басталып кетеді. Глобальный коррекцияға кетіп қалуымыз мүмкін деген сияқты. И получается, мендегі қазір біз бәріміздің шулап айтып жүрген 5000
деңгейіндегі психологиялық уровень. Осы психологиялық уровеньнен біз не істеуіміз мүмкін? Құлап падение көрсетуіміз мүмкін. Осы падениенің арқасында мен не қарастырғым келеді? Как-то шорт позициясын бір глобально қарастырып көрсек па деген логикаға келеміз. Көпте қалған жоқ. Бізде қанша пипс? Так. Например, қанша пипс қалды? 4988. 120 пипс қана қалды. И получается, алтынды білесіздер, бұл алтынның бір-ақ свечасы, И получается, мендегі қазір үлкен таймфреймдарда біз көріп алдық, что ценовой неэффективный дисбаланстар қалып кеткен болатын. Осылардың перекрытиясынан біз әлі лонг позициясын жалғастыруымыз керек. Лонг позициясын біз қалай жалғастырамыз? Қазір 1 сағаттық таймфреймға түсейік. 1 сағаттық таймфреймға түсейік. Мен өз басым анализімде, енді құдай берсе на будущем қарайтын болсақ, біріншісі структураға қараймын. Структура, потом ликвидность, потом біздегі қалай айтсам болады, ФВГ дейді имбаланс, имбаланс. Осы үшеуіне қарастырам. Осы үшеуін көбінде үлкен таймингтарда қолданатын болам. И сосын біздегі зональный стратегия бойынша мен осы тағы да 3 нарративін қарастыратын болам. И біздегі зона сопротивления или поддержка. Сопротивление немесе зона поддержки. Екіншісі мен қарастыратын болам, көбінде зеркальный деңгейлерді қарастыратын болам. Зеркалы деңгей. И получается, үшіншісі осы көп қазіргі хит болып жатқан CS стратегиясы бар, или болмаса басқа да стратегиялар бар, паттерндармен қатты қарайтын болатын. Өйткені бізде алтын не паттерндарға жақсы бағынады. Паттерн. Осы 3 смарт мани жағынан 3 подтверждение и зона деңгей жағынан 3 подтверждениемен көп жағдайда мен цифрға кіретін болам. Басқаларыңызға артық шум болуы мүмкін, или болмаса басқа енді басып жатқан кісілерге қиын болуы мүмкін, но бірақ оңай нәрсе, И получается, зона поддержки, зона сопротивления көбінде структураның қайылулары, ликвидтар көбінде бұл біздегі зеркальный деңгейге қайтып келеді. Имбаланс пен паттерндарды өздеріңіз білесіздер. Егер кішігірім өздеріңіздің қалайтын болады, кішкене базаларыңыз болса, паттерндары не екен. Енді понедельник күнге көп созбай біз анализімізді бастап кетсек, бізде 1 сағаттық имбалансқа уже заполнение болып қойған. 1 сағаттық имбалансқа заполнение болып қойған, уже реакция болған. Келесі келген кезде бізде бұл имбаланс көп жағдайда уже бұзып кету вероятності көп. Енді бізде предыдущий максимум бізде не істеуі мүмкін? Осы сәл поддержка беруі мүмкін бағаның көтеріліп кетуіне. Бағаның көтеріп кету вероятностын беруі мүмкін. Енді дальше 30 минуттық таймфреймға түсек, бізде қазір үлкен таймфреймға ойбай глобально деп айта алатындай, бізде қазір не жоқ, зацепка жоқ. Бізде снятие, бір снятиямен қалдық, құладық, снятие, екінші снятиядан кейін бізде уже не тайминг бітіп кеткен болатын, Ертең көреміз, баға осы жерден тағы да снятие болатын болса, мен дальше шорт позициясын, чтобы баға 5000 кейін жеңу үшін бізде глобально, локально шорт позициясын қарастыру мүмкін. Или болмаса азиатский движениені пропускать ететін болам. Енді қарайтын болсақ, біздегі каждый зоналардан баға кішігірім реакция алу керек болатын, И бізде жетпей қалып кетті. И структурный обновление болды. Осы импульстың уже 50%-ін менде капитал снятие сияқты көргім келіп тұр. Осы снятиядан кейін, осы 50% зонасынан кейін бізде не болуы мүмкін? Баға уже потенциально лонг позициясын қарастырсақ болады. 5000 деңгейі алынбағанға дейін.
уже как будто бұл психологический уровень осы тию керек деген уже көп жерде көп мағлұматтарда айтылып жатыр. Мағлұматтар ол бізде жаңалықтар және басқа да үлкен крупный трейдерлардың анализдеріне қарап айтып түсінсек болады. Енді мына жерде бізде өткенде лонг позициясы қарастырылған болатын, оны если қателеспесем учениктардың группасына салған болатын. И осы жерде менде болды противоположный стороны отырған кісілер как-то ойландырып тастаған болатын. Қалай дегенде бізде осы шорт позициясын глобально қараған екен, осы неклайн немесе мойын деңгейі деп айтылады. Бізде осы неклайн деңгейінен баға құлап берген болатын. Құлап бергеннің өзінде бізде қандай движение жасады, как минимум 100 пипста жүріп берген болатын. Диапазонын алып қарайтын болсақ, бізде даже 160 пипс құлап берген екен. Осылай кішігірім краткий позицияларымызды бір паттерн арқылы біз жұмыс жасау арқылы табуға болатын. Но бірақ өз басым менде ондай движенияларды ұнатпайтын. Бізде нарративно лонг кетіп бара жатқан соң осы позиция қарастырылған болатын. Структурный закреп бар, и ценовой разрыв қалған болатын. Осы ценовой разрывқа бағаның келуіне байланысты менде не болды? Позиция ашылған болатын. Осы жерден позиция қарастырған болатын. Оны қасымдағы кісілерде және учениктарда көрген болатын. Менде позиция ашылды 5 минуткаға түсу арқылы. 5 минуткада осы зона скоплениеда кетеді деген мүмкін болатын. Стоп болсын бізде, как обычно, ликвидтің төмен жағында. Бізде получается ликвид ол болады, мысалы, лоуда, хайда, лоуда, хайда. Осы хай-лоу арқылы бізде осы коррекцияны күту арқылы бізде лонг позициясы қарастырған болатын. Екі жол хайға дейін. Енді біздегі баға қазір данный момент снятиямен тұрғандықтан баға либо 5000 деңгейіне мысалы компрессияна бару мүмкін, компрессияна осылай бару мүмкін да, и резкий движениемен бізге шорт позициясын қарастыруымыз мүмкін. Мына сызған зоналардың барлығы біздегі зона поддержки, зона сопротивлениялар. Мен осы белгілейтін болам. Қалай айтсам болады. Енді қазір в данный момент бізде строго снятие көріп тұрмын. Но бірақ мына жақта 5 минуткада слом бар екен да, как-то, иә. И осы слом бар. Астындағы және үстіндегі офта перевивация етіліп кеткен. Уже біздегі мына диапазон, қандай диапазонға айналады? Уже мына жерден бастап былай қарай біздегі зона скопление болып тұр. Осы скопленияның максимум шешіп ретесін шортқа беретін болса, біз жақсы шорт позициясын ұстап алуымызға мүмкіншілік береді. В данный момент мен күткім келеді ертеңге понедельник күні күндік нарратив бойынша осы мынау апталық максимум және жұма күнгі максимум болып есептелінеді ғой, иә. Бұл жердің ликвидності егер вдруг гэппен төмен жақтан ашылатын болса, жоғары жаққа кетіп қала вероятность өте көп. Өйткені бізде бұл ПВЛ және ПДХ болады да, иә. Апталық максимум и получается күндік максимум осы бір деңгейде тұрып қалды бізде. Осыған байланысты бізде бұндай ситуациялар очень редко кездеседі. Сол үшін біздегі мына цель очевидно шешіледі. Или осы цельмен очевидно біз жұмыс жасаймыз. Осы цельға байланысты мен нарративті қарастырғым келіп тұр. Осы цельдің үстінде бұны STD хай деп те жатады. Осы бағаның үстінен біз снятияны көргеннен соң, біз ретесттен кейін біз не болуымыз мүмкін? Шорт позициясын қарастыруымыз мүмкін. Либо осы закреп болады, или үстіне қарай мінеп, ретесін лонгқа беру арқылы біз лонг позициясын қарауымыз мүмкін. Осы екі позиция осы деңгейдің арқасында ашылуы керек. Енді қараңыздар, мынандай бір тағы бір логика кездесіп тұр, иә. Бізде рынокта не пайда болады, арасында бізде гэптарымыз пайда болады. Егер баға ертең, как обычно, алтында болғандағыдай гэппен ашылып, осы деңгейде тест жасайтын болса, біз смело лонг позициясын қарастырсақ болады. Гэп деген осы апталық гэптар өте мықты келеді, что бағаны ұшырып жіберуге. Түсінікті ғой, иә?
Биздеги алтынның нарративі long, уже структурный лонгқа қарай кетіп бара жатыр. Последний артын тазалап кетіп бара жатыр десек те болады. Структура келді. И получается мына жердегі 73-нің уровеньнен баға істеген кеткен болатын. 73-нің өзі блок деп есептеп алсақ болады. Осы блоктан баға жоғары кетті. Енді получается бізде күтетініміз осы лонг позициясын қарастыру. И ұмытпаймыз, психологический деңгейден бағаның құлап беру вероятності өте жоғары. Түсінікті ғой, сұрақтарыңыз бар ма? Басқа да валюта параларды қараймыз ба, ағайын? Ассалаумалейкум, аман. Естіп тұрма? Уағалейкум ассалам. Герчик не деп жатыр екен, Герчик? Қазір менде дополнительный экран қосып тұрған ғой, кім сөйлеп жатқанын түсінбей қалдым да. Нарасын сөйлесің ғой, Нарас. Қай жерде? Көрінбейді ғой менің шода. Байдалиев, Нарасын сөйлесің. Қане? Дұрыс қой. Ше Герчик па? Болды ғой смело. Кстати, по Фибоначчи қарайтын болсақ, мына жерден бір зона пой тастап бере салайын. Біздегі мына жердегі 1 сағаттық тоже 70 свечамыз бар екен, иә. Бұл 70 свечам некий блок ретінде қарастырсаңыздар болады. Осы баға, осы ертең снятие жасап, осы деңгейден лонг позициясын қарастыруымыз мүмкін. Қазір мынадан құлап. Уже мен скрин жасап аласыздар ма? Бегар. Маған мышкам настройка жасап бересің ау. Запись соберетін кезде Все хорошо, без проблем. Мышкам басылмай қалып жатыр да. Кабельмен тұр, иә. Либо баға ертең осы жерден 5000 деңгейден үстінен гүртпен ашылып, 5000 деңгейін тексеріп, ташымақ кетуіміз мүмкін. Либо бізде баға ертең тупо снятие жасау арқылы, неге мен шорт позициясына версия маз десеңіздер, баға нарративно лонг кетіп барады. Ал полноценный шорт болу үшін бізде какой-то мына лоудан бізде не болу керек? Баға структурный закреп болу керек. Вот осы закрептен кейін бізде не қарастыруымызға болады? Уже шорт позициясын полноценно қарастырсақ болады. Себебі бізде мына диапазонмен 4987 мен 4987 мен где-то 4961-дің диапазоны бізде полноценный боковик. Түсінікті ғой, бізде боковиктен баға шыққан кезде міндетті түрде ретесін күтеміз. Вот и все. Дальше G40. G40 Так. G40-та біздегі позициялар. Апталықтан бастай керек. Негізі G40-тың историясы көп, байқасаңыздаршы. Так, мынау бізде снятиемен құлатқан, бізде потенциальный зона сопротивления болады. Қазір бізге лонгайыптардың зона поддержки болып тұру. Апталықта қарасаңыздар. И қателеспесем осы бұрын айттым, мына лоу шешіледі деп ше. Осы лоу шешілген кезде біз потенциальный лонг қараймыз деп уже болды. Біз осы закреп қайттан апталық максимумды тест жасайды деп осы бірнеше осы аптаның басында айтқан болса, бітіп кеткен аптаның басында осы апталық максимумды біз тест жасаймыз деп ше. И получается осы орындалып жатыр. Енді қараймыз. Бізде күндік нарративті қалай? Бізде асты тупо снятие болған, снятие жасалынған. Бізде структурны қандай? Лонгта, иә. Мынаны ұмытпауымыз керек. Көп жағдайда, на глаз болды ма, или мендегі
насмотрный сондай болды ма, егер бізде көп жағдайда герсорт құласа, алтынның позициясы жоғарылай береді. Или алтынның позициясы жоғарылап, лонг позициясына қарай, лонгқа қарай кететін болса, бізде көп жағдайда мындай спаттарды көруге болады. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5 бір апта құлап берген екен, қазір некий коррекцияға келіп тұрмыз. И получается, мендегі мынандай тупо логика болып тұр қазір. В данный момент бізде мынау боковиге, байқасаңыздар. Бізде боковик. Бізде боковиктар арқылы мынандай бір сетап қалыптастырайық. Бізде боковиктар тұрды баға. В данный момент бүйтіп ложный надержаларын беріп ше. И получается, бізде енді қазір осы боковиктен біз шықтық, агрессивно қайтып келдік. Егер осы жерлерден зона пойы табылатын болса, біз дальше шорт позициясын қарастыруымыз мүмкін. Астында қалып кеткен апталық имбаланстарға дейін. Мына имбаланс тест болды. Енді мына имбалансқа баруымыз вероятностіміз өте жоғары. Осылай. Менде герсорт в данный момент үлкен ХТФ таймингке қарайтын болса, уже асты шешілген, үстінде закреп болған. Енді мынандай железобетонный логика келуі керек. Бізде көрдіңіздер, асты шешілді. Асты шешілді. Үстінде бізде максимум закреп бар. И получается, бізде мынау лоу жұмыс жасады. Мына хаймен бұл да жұмыс жасады. Енді қарайтын болсақ, мына жерде уже потенциально біз 50%-ның премиум дисконт зонаны қарастырсақ болады. Премиум дисконт зонамыз примерно осы жерде екен, Мына премиум дисконт зонаны осы жерде. Golden zone деп айтады ғой. Golden zone деп айтсақ, осы golden zoneның ішіндегі какой-то бір жақсы позицияларды қарастырсақ болады. Баға кетті. Енді строго лонг герсортта. Мысалы, бізде максимум закребіміз бар, зонамыз бар, дайын тұрған. И получается, баға лонговый нарратив ауысып жатыр. Пока қалай айтсам болады, мына максимумнан закреп алынса, мына максимум, либо мына максимумнан закреп алынатын болса, баға дальше лонгқа кетуіміз мүмкін. Но имейте в виду, бізде баға қазір данный момент герсортта мынандай ситуацияда тұр ғой. Астын шешті, енді үстіне барып тоқтап қалып баға. И получается, мына жақта зона пойлар қалған болатын. Осы зона пойдан бізде баға төмен қарай құлап кете вероятность көп. Бізде получается, сонда қандай формация пайда болады? Accumulation, manipulation и дистрибуция болуы мүмкін. AMD модель бойынша. Но бірақ біздегі скоплениядан Wyckoff методы бойынша былай да шығу керек баға. Бізде қазір данный момент боковикте тұрады. Боковиктің үстіне шығады, закреп алады. И получается, баға нарративно лонгқа қарай кетуі мүмкін. Түсінікті ғой, бізде в данный момент баға андай позицияда тұр ғой. Қазір мысалы предыдущий максимум үстіне шығып алған. Егер мұны тест жасайтын болса, мысалы бүйтіп қарастырсақ болады. И получается, мынау бізде мына ликвидностьпен жұмыс жасады. И получается, мынау біздегі как-то rejection сияқты алып қарасақ болады. Rejection сияқты алып қарастырсақ болады. Бағада қазір кішкене примерде көрейік, структура алатын болса, бүйтіп тоже боковикте тұрмыз, ойлану барысында. Структураны лонгқа қарай беріп тұр. Снятие болды. Закреп бар. И получается, каждый раз олары биік болып жатыр да. И получается, маған бұл больше нравится на лонг. Лонг нарративін қарастырым деп тұр. Ертеңге бүйтіп көрсетте болады. Негізі таң азан атысымен бізде мына екі цел шешілуі мүмкін. Осы екі цел шешілсе, осы rejection баға қайтып келетін болса,
Бізде мынандай позиция қарастыруымызға болады. Стопны астап жүрсек снятияның артына. И дальнейшее бізде как минимум жақсы 2 ірі жасап кетуге болады екен, иә? И получается, апталық максимум бізге өте маңызды. Апталық максимум. Түсінікті ғой, иә? Осы апталық максимум маңызды болғандықтан бізде осындай нарратив қалыптастырған еді. Осындай позициямен ше. Түсінікті ма? Либо бүйте салайын, мынаны алып тастай салайын да. Мынау баға ертеңге бүйтіп келуі мүмкін. Баға бүйтіп келуі мүмкін. Келіп, структурамен обновление болған кезде бізде осы движениеден пункт позициясын қарастыруымызға болады. Былай айтып жүрсек те болады да, стоп түсіп. Получится, номер движения ұстауға болады. По максимально маркетпен зажимать етуге болады ше бұл жерде. Қалай, сұрақтарыңыз бар ма тағы? Герсорт талдадық. Алтын талдадық. Қазір 1 минут.